Bir xandın хан өзü 60'dan 70'e жақындап қалған екен, енесі тірі екен. İçeri su tügönüp, körör gün azayıp қалғанда, енесі қату ордуға çalған. Хан қараса жан шыққан, қармаса қан шыққан, аябай қарду адам екен. Тауықтардың барын шақырат екен де, менің енемді айықтырғыла дейді екен. Ықчам айықтырғыла дейді екен. Кимдегі менің енемді бұтына тұрғыза албаса, баштарын алам дейді екен. Көп ошол хандықтағы тауыптар аябай қорқып қалтырап қалғанда, хандың терегінен бір тауып шығат екен дағы, енеңізді мен айықтырам, башқа тауыптардың уалына қалбаңыз дейді екен. Бирок менің бір еле шартым бар. Ошону аткансаңыз мен енеңизди айықтырам. Болбосо Кудайдын жазып тагдырга башы иш керек деп айтат экен. Хан сурайт экен, сенин эмне сунушуң бар? Эмне өтүнүшүң бар? Мен аткарайын. Эптеп эле энемдин ден соолугун сактап кал дейт экен. Ошондо баягы табып айтып атат дейт ханга. Ханым, жаш болуп шарактап санын чаап, жаштар менен отура албай калган. Же наркайтып салтайтып карыларга кошула албай калган. 60'tan өтүп пайгамбар жашына жетип калган. 70'ке жакындаган. Боору бүтүн аксакалдардын, адамдардын ичинен ата энеси тирүү 3 мага жардамчы керек дейт экен. 3 жардамчы керек дейт экен. Хан жигиттерин чаптырат экен. Таап келгиле. Кимдегим 60 менен 70 жаштын ортосунда атасы дагы энеси да тирүү болгон 3 жардамчыны таап келе дейт экен. Жигиттери түрө кыдырып эчтеке таппай келет экен, себеби 60-70 жашта энелери же энеси же атасы кайтыш болот экен. Хандын вазирлери таппай келип, ханга келгенде баягы табып айтат экен. Ханым, тагдыр ушу. Мына өмүр бою ата-энесин сактап калган сиздин курактагы, менин курактагы 60'tan өткөн 70'ке жетип калган адамдардын же ата энеси жок, же энеси жок, же атасы жок. Тагдырга баш ик ханым. Жөн эле зордуктай бересиңби? Көрөр күн ичери күнүн аягына чыкты, эненин батанын алып, акыретке узатууга туура келет дегенде, таап айтылган сөзгө башы жерге кирип уялып, тагдырга хан дагы моюн сунган экен. Бул жерде мунун мен айткан сиздерге жомоктой туюлат. Мунун бизге кереги бар эмне дегендей туюлат. Кел жыйынтык чыгаралык. Эч кандай философия, тарых, диамат, исбатты окубаган биздин аталарыбыз кандай ой жортумдар менен жүрөккө жеткире айтып атышат.